Балбармақ арнасының көрермендеріне сәлем. Бүгін біз сіздермен тауық еті мен ұйғыр самсасын әзірлейтін боламыз. Бұл қамырмен сіздердің самсаларыңыз үгілмелі болып шығады. Ол үшін ең алдымен ұнымыз бен холодильникте тұрған сары майымызды алып, бір-біріне үйкелеу әдісімен дәл видеодағыдай үгітіп аламыз. Ұнды қыспай мыжымаймыз. Дәл видеодағыдай етіп үгітіп аламыз. Енді үстіне міндетті түрде 20%-ық 100 грамм қаймақ салып, 1 шай қасық тұз қосамыз. Мына жерде 1 жұмыртқа және жұмыртқаның 2 сарыуызын қосып жатырмын. Одан кейін оның үстіне 50 грамм су құйып, айналдыра отыра араластырамыз. Осылай жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды, яғни осылай айналдыра отыра елейміз. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Оны жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Достар, міндетті түрде холодильникте тұрсын, себебі қамырымыз еріп, майы шығып кетуі мүмкін. Енді салмамызды әзірлейміз. Менде тауықтың филесі. Егер сіздер фарш қосқыларыңыз келсе, дәл осы пропорциямен қоссаңыздар болады. Тауықтың филесін 400 грамм жуаны 4 бұрыш етіп, яғни екеуінде 4 бұрыш етіп турап, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш қосып араластырамыз. Достар, егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Сонымен қатар, тіркелмеген болсаңыздар, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналды жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны да басып қойсаңыздар болады. Енді холодильникте 30 минут тұрған қамырымызды алып, әдемі майда етіп қамыр елейміз. Содан соң самсаларымызды бірдей болсын деп 30 граммнан бөліп аламыз. Содан соң бір жайпақ ыдысқа салып, керегімізді алып, қалғанын бетін жауып холодильникке қоя тұрамыз. Дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз да, үстіне бір ас қасық салмамызды салып, әдемі етіп түйеміз. Тағы да бір айта кететін жайт, сіздер толық рецепті төменде описание бөлімінен қарай аласыздар. Төменге жазып кеттім. Енді осындай әдемі етіп түйген самсаларымызды пакет төселген ыдысқа қойып, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, кунжут сеуіп, дәл осылай морозилкаға қатыруымызға болады. Немесе 1-200 градуста қызып тұрған пеште 40 минут қызартып пісіріп аламыз. Мінеки, самсаларымыз осындай әдемі әрі дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен әрдайым астарыңыз дәмді болуын тілейтін Балбармақ.